Армысыздар, бүгін біз жеңілдетілген автонесие туралы қайтадан айтамыз. Кезекке қалай тұруға болады, несиені қалай рәсімдейтінін айтамыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де осы жеңілдетілген автонесиенің индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі жаңа шарттарын айтып салды. Сол туралы бірінші айтып алайық. Жеңілдетілген автонесиенің шарттары: пайыздық көлемі бұрынғыдай қалды, 4%, мерзімі 7 жылға дейін, көлік несиенің сомасы 10 миллион теңгеге дейін және алғашқы жарнасыз. Ал көліктің сомасы 10 миллион теңгеден қымбат болуы мүмкін, бірақ 15 миллион теңгеден қымбат болмауы керек. Яғни 14,5-15 миллион теңге тұратын көлікті сіз ала аласыз несиеге, 10 миллион несие рәсімдейсіз, бірақ артық сомасын өз қалтаңыздан төлейсіз. Ал 15 миллионнан асатын бағасы көліктерді рәсімдеуге болмайды. Және де ең негізгі шарттарының бірі осы қабылданған: бір адам несиені рәсімдеген кезде 2 жылда бір рет қана рәсімдей алады. Мысалға, барып бір көлікті алып алып, осы жеңілдетілген автонесие бойынша жарты жылдан кейін оны сатып басқасын алуға мүмкіндігіңіз болмайды екен. 2 жылда бір рет қана рәсімдеуге болады. Және де автонесиелеудің ең тағы бір жаңалығы: 100 миллиард теңге жасыл дамудан, яғни бұрынғы оператор РОПтың қоржынына жиналған ақшадан бөлінеді дедік қой. Соның 30 миллиард теңгесі автопарк, яғни қала ішінде жүретін автобустарда жаңартуға бағытталады. 70 миллиард теңгесі ғана осы жеңілдетілген автонесиеге жұмсалады екен. Ал енді жеңілдетілген автонесиені қалай рәсімдеуге болады, қалай кезекке тұруға болатынын анықтап алайық. Ол үшін біз бірінші Халық банкқа хабарласып көрейік. Добрый день, меня зовут Аружан. Чем я могу вам помочь? Саламатсыз ба, қазақша сөйлейсіз ба? Мен автонесие туралы білейін деп едім. Ау, иә, жеңілдетілген автонесие бойынша. Егер бағдарлама іске қосылатын болса, ол кезекке қалай тұруға болады? Соны нақтылайық деп едік. Біздің сайтымызда халықбанк.kz сайтында бұл бағдарламаға қатысатын автосалондардың тізімі шығады. Сол автосалондарға барып автокөлікті таңдап аласыз, автосалоннан счетный оплату аласыз. Счетный оплатумен банк бөлімшесіне келесіз, заявка толтырасыз. Одобрение болған жағдайда менеджер сізді очередке қояды. Әзірге олай жасай алмаймыз, иә? Қашаннан бастап? Қазірше өтініштер қабылданып жатқан жоқ. Мемлекеттің атынан қаржыландыру күтілуде, нақты датасы белгісіз, шамамен осы айдың соңына дейін. Яғни бірінші автосалонға бару керек, иә, банкқа емес? Иә. Сосын счетный оплатаны алып, сосын сол қағазбен банкқа барамыз. Иә. Түсінікті, көп рахмет сізге. Сіздер қатысасыздар ғой, иә? Иә, Народный банкте бар. Жақсы, рахмет сізге. Хабарласқаныңызға алып беремін, сау болыңыз. Сау болыңыз. Қазір Allure Auto дейді. Біздің Сарыарқа автопрограмында шығарылатын көліктерге жауапты Kia, Chevrolet, тағы да басқа көліктердің сатылуы осы Allure Auto. Жаңа счетный оплатаны қалай алу керек екенін осы оператордан анықтап білеміз қазір. Қалғаныңыз үшін рахмет. Сау болыңыз. В данный момент все операторы все еще заняты. Мы ценим ваше время и поэтому очень скоро перезвоним вам сами. Благодарим за звонок. Allure Auto ақырда телефонын алмады. Негізі бұл жерде барлығы да түсінікті болды деп ойлаймын. Оны менің де уақытымды алмайық, сіздердің де уақыттарыңызды алмайық. Басты шарты мынадай: кезекке тұру үшін. Қазір ешқандай банк кезекке тұрғызып жатқан жоқ. Оның қандай банктар екені әлі нақты айтылған жоқ, бірақ ол жерде Халық банктың болатыны анық, Сбербанктың болуы мүмкін, Центр кредит міндетті түрде болады деген сияқты осындай нақты үлкен ірі банктардың барлығы да болады. Кезекке тұру үшін міне бүгін басталды деп айтқан кезде барлығымыз барамыз да автосалонға бару керек. Жаңағы тізімдегі көліктер бар ғой, оның ішінде Ладаларыңыз бар, Hyundai бар, Kia бар, Chevrolet бар. Сол қайсы өзіңізге ұнаған көлікті аласыз да бірінші
автосалоннан барып сол көлікке счетный оплата аласыз. Сол бір қағазбен банкқа барамыз. Қай банкте несиені рәсімдегіміз келеді, сол банкқа барамыз да айтамыз: мінекей, мен мына көлікті несиеге алғалы отырмын, маған заявка беріп қарастырыңыздар дейсіздер да, солай банкқа өтінішті бересіздер. Бірақ бұны қазір істеуге болмайды, себебі әлі басталған жоқ, кезекке тұрғызуға мораторий әлі де жүріп тұр. Ең қызығы бұл жерде сол басталған күні болайын деп тұр ғой. Қазір алмаймыз деп жатыр көбі, ой керек емес, қымбат деп жатыр. Басталған күні мен сіздерге 100% кепілдік берем, автосалондарда кіретін орын болмайды, ине шаншар жер болмайды. Барлығымыз жапа-тармағай ақшамыз болсын болмасын барамыз да автосалонға барып көлік алып аламыз. Көресіздер. Міне, құрметті көрермен, бүгінге айтарым осы: барлығымызға бір жаңа көлік бұйырсын. Арнаға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар және лайк басыңыздар. Амандықта жүздесейік.